9-дан кету немесе 11-ге қалу. 9-дан кетейін ба, 11-ге қалайын ба? Қазір, достар, қазір дәл осы видеоны записывать етіп отқаныма 5 тамыз болып жатыр. Және де әлі де бар адамдар шеше алмай жатқан, 9-ға кетейін ба, 11-ге қалайын ба, не істеймін деп шеше алмай жатқан адамдар әлі де бар. Тіпті қазір ондайға дәл қазір мұқтаж болмаса да, алдын ала ойланып, 1 жыл бұрын ойланып, 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын ойланып өте маңызды. Сондықтан да бұл видео сіздердің баршаларыңызға арналады. Және де бұл жерде жай ғана бір адамның жауабы болмайды, бұл жерде болашақ мұғалімнің жауабы болады. Сондықтан да достар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Бұл жерде болашақ мұғалімнің блогы, бұл жерде болашақ мұғалімнің жауаптары болады. Кеттік ендеше. Сонымен 9-дан кету немесе 11-ге қалу. Мүмкін бұл жауапты саған ешқандай бір мұғалім айтпаған шығар, өйткені көп жағдайда естіген кезде айтады: ой, лучше колледжға кете салсай, стипендия бар ғой, ақша бар ғой, қиналмайсың, ұбт-ға дайындалмайсың. Немесе кейбірлері айтады: 11-ге қалғаның дұрыс, по-любому зато высшыға түсесің, былай деген сияқты. Қара, ол жерде жаңағы адамдардың айтатыны жалғыз мұғалімдер емес, көпшілік қауым, ата-аналар көбісі. Олардың проблемалары, олар проблеманы көріп айтып тұр да, яғни выгода, өте жаман выгода и өте жаман проблеманы көріп тұр. Қандай выгода? Ол жерде ақша, ақша үшін өмір сүрсең, егер сен ақша үшін білім алсаң, онда ол дұрыс емес. Так что бұл вариантты исключить етеміз, 9-дан кетті, лучше 9-дан кете сал, зато стипендия аласың деген вариантты исключить етуге болады. Одан кейін, лично мен исключить етем. Одан кейін 11-ге қал, 11-ге қалмай қой, 11-ге қалмай қой, ұбт қиын болады. Егер де сен шынымен де успешный болғың келсе, онда саған бір проблема болмау керек. Сен реально бүкіл проблемадан, бүкіл қиыншылықтан сен өте алу керексің. Какой-то бір ұбт-ға байланысты сенің өмірің тоқтап қалмайды ғой, мысалға. Бұл мысалы 9-дарға выгода ретінде. 9-дарға жаңағындай мифтарды өлтіріп отырмын да, бастағы тарағандарды жойып отырмын. Енді менің жауабым ол былай. Қара, сен қазір 9-дан кетсең де, 11-ге қалсан да, бұл по-любому сенің өмірің болады. Сен егер де қазір 9-дан кетсең, сен 11-де қандай өмір болатынын білмейсің. Сен қазір 11-ге қалсаң, сен 9-дан кеткеннен кейін қандай өмір болатынын білмейсің. Барлығы тек сенің және де Алланың қолында болды. Сенде өзінің путін бар, болды. Сенің өзінің жолың бар, сенің өзінің мақсатың бар. Болды, бітті. Керек емес ондай анаған бар, мынаған бар. Сенің жүрегің нені қалайды? Сондықтан да ботақаным, қошақаным деп, бірақ шын, саған жаным ашып айтып тұрмын. Бұл өте маңызды, бұндай шешім. Жүрегінің қалауын таңдаған өте маңызды. Сен қазір ойланып тұрсың, 11-ге қалсам былай высшыға түсіп кету мүмкін, немесе 9-дан кетіп қалсам былай кету мүмкін, осылай примерно жүрем деген сияқты. Жүрегің не қалайды? Сондықтан өйткені сенің басында самый главный мысль болу керек. Мен қазір 9-дан кетсем де, 11-ге қалсам да, бұл менің өмірім, бұл менің жолым болады деген сенде ой болу керек. Бұл бірінші инсайт, екінші инсайт, ол кішкене өзгешелеу. Менің ойымша, егер де сен қазір 9-дан кетуге дайын болсан, яғни материалды жағдайда, өзіне деген сенімділігін қатты мықты болса, өзіне деген күшін, талпынысын, өзіне деген өмір сүруге деген жалпы сенің құштарлығың, сенің жалпы өмір стилің дайын болса, шынымен де дәл осыған, яғни пахать етуге, яғни бір қандай да нәрсе жасауға, қандай да нәрсе бұзып шығуға. Өйткені колледждің өмірі, мен білмеймін, мен 11-ге қалып жоқ адам, мен жаңағы айтқанда колледждің өмірі қандай болатынын білмеймін. Бірақ менің представлениямда колледждің өмірі кішкене қиындау сияқты, өйткені сен ол жерге барғаннан кейін по-любому жұмыс жасау керексің, үйге көмектесу керексің, ақша табу керексің деген сияқты.
ол енді біздің миымызда қалыптасқан нәрсе да. Сондықтан да егер де сен қазір дәл осындай өмірге дайын болсаң, онда бара бер. Ал егер де дайын болмасаң, алдағы 10-шы 11-ші сыныпта немесе сен қазір одан да ерте көріп жатсаң дәл осы видеоны, онда алдын ала дайындалып 11-ші сыныптан кетуге нақты дайын бол. Менің айтарым осы. Ендеше видеоға лайк басып кетейік, комментарияға тағы да өзіміздің ойымызды жазып кетейік. Мені әлеуметтік желіме тіркеліп кетейік. Барлығы описанияда. Келесі видеоларда кездескенше.